Ассалаумағалейкум, қадірменді қазақ елі, армысыздар. Бүгін Иса пайғамбардың туылған күні, жалпы адам баласының рухани жаңару күні десек болады. Өйткені былайша айтқанда орысша айтсақ, духовное возрождение. Жалпы алғанда бұл құпия жол деп есептелген. Бұның айналасында неше түрлі аңыздар, мифология жүреді. Соңғы жерде осыны кәсіп қылған адамдар неше түрлі декорация жасап, жаңағындай светтің өзін бір бұлыңғыр қылып, оған музыка қосып қойып, бұрынғы кезде аздап анаша тартқызып қойып, то есть транс состояниеға адамды кіргізіп, осын өздерінің бұлай мінез құлқында да, жүріс тұрыстарында да жаңағындай бір ойпырмай бір таңғажайып нәрсе екен. Бұл елмен қосылып тамақ ішпейді екен. Бұл керемет екен, бұл дәретінің өзін андай қалады екен деген сиқылды бір аңыз өзінің айналасында туғызып, адамды былайша айтқанда енді не айтса, былай гипнотический состояние, баурап алу процедурасын жасайды да, неше түрлі оның жолында сайқалдыққа барады, неше түрлі оның жолында жасандылыққа барады. Толып атқан жалғаншылықта иллюзия создается, жаңағы адамның айналасында иллюзия. Содан анау аң-таң болған бейшара бір керемет, бір басқа әлемге кіргендей болып, өзінің айналайындар, адамның өзінің өмір сүріп жатқан әлемінің өзі ғаламат емес па? Құдайды тану үшін, Құдайдың бір болмыстарына, сипаттарына ену үшін таң қалу керек па? Таң ғажайып жағдай болу керек па? Есі дұрыс адам ештеңеге таң қалмау керек. Өйткені өзінің түкке тұрғысыз бір тамшы судан пайда болғанның өзі дүниеге. Одан кейін өзі түкке тұрғысыз бір тамшыдан пайда болған адамның тура өзіндей адамды жасап қайтадан туғызуы. Бұдан артық не бар таңғалатын? Сондықтан дүниенің барлық ғажабы да, барлық ғаламаты да, барлық таңғажайып нәрсенің барлығы адамның өзінің ішінде. Сондықтан құрметті достар, егерде сіз барған ортада бір ұстаз, не болмасын жаңағы бір сондай жаңағы бір полумрак, бір сондай бір қобыз ойнады, печальный музыка, жаңағындай бір шырақ жағып, сказочный обстановка жасайтын болса, ол жерде не бар? Ол жерде жалғандылық бар да. Создает как раз бұл иллюзия, создает иллюзию святости, иллюзию чудес. Сондықтан құрметті достар, Құдайдың құдіретіне таң қалып барып сену адамға екі ұшты ой тудырады да. Бір біздің өмір сүріп жатқан әлеміміз басқа екен де, ана әлем басқа екен. То есть мына әлемде біз қалай жүрсек те ештеңесі жоқ, ол әлемде ғана барғанда Құдайдың әлемінде ғана таза жүру керек, Құдайдың әлемінде ғана бейсауат сөйлемеу керек деген толып жатқан жаңағы мифический состояниенің барлығын олар жаңағы басқа бір әлемде ойлайды да. Естерінде болсын.
Құдайдың әлемі екі әлемде, осы әлемде, ол әлемде. Бірақ мына әлем уақытша, ол әлем мәңгілік. Осыны білгендеріңіз дұрыс болады. Жалпы алғанда, жалпы алғанда қазіргі мынау жалған ақпарат, жалған дүниенің, жалған ілімдерін иеленген адамдардың ортасында өмір сүрген қазақ елі, сіздерге мен бүгін бір ақиқат пен жалғандықты айыратындай бір білім бергім келіп отыр да. Мысалы үшін айтайық, мына сопы дегендер бар. Сопы деген ілім өзі негізі арғы түбінде каббалистер, еврейдің каббала ілімінде, онда жаңағы цифрология, цифромания бәрі сол жақта. Сосын жерде одан әргі түбінде буддизмнің қалдықтары бар. Оған әкеп жаңағы исламның қағидаларын қосып, бір құпия әлем жасаған нәрсе да. Жалпы арғы тегінде бұл тарихатты ізденуді. Хотя ислам әлеміне Алла айтты, сендерге рух туралы ештеңе берілмеген. Тарихат ілімнің барлығы, аруақ әлемінің барлығы ол Исаның ілімінде де жоқ. Сойда тұра, бұл жаңағы сопылық ілімдегілер исламның ішінен соны іздеді да. Бірақ нәтижесін көріп отырсыздар, ақырында адамның жүрегінде жасырып жатқан Алланың рухын таба алмады. Соған барып жандарын байлай алмады. Оның орнына жаңағы ұстаздар, жаңағы бір киелі бір дүниені жасап ойдан жалған иллюзия саздай еткен адамдар өздерін пір деп, өздеріне табындып, өздерінің аяқ қолдарын сүйдіріп, өздеріне арқылы мен Алланың алдында сенің барлығын қорғап шығам деген әңгімеге жеткізді да. Ал жалпы алғанда бұрынғы сопылар, оларда ешқандай шәкіртте ұстамайтынды. Олар өздері дүниені безіп, таяғы теңгедей, аяқ киімі тебінгідей болғанша, аш жалаңаш, екі көзі жасқа буланып, дүние безіп, бақыр боп, жаңағы сол дүниенің несін таппақшы болғанда. Хотя, айтып отырмын қайтадан, бар әлем өзінің ішкі дүниесінде екенін түсіну үшін адам бұл әлемді шарлау керек болғанда. Сондықтан ол бір замандарда ол жұмыс істеді, жақсы болды. Ал бірақ қазіргі заманда олардың барлығы сопылықтың несі философияға ауысып кетті да. Сосын жерде мынау шарлатанский жаңағындай ілімді, олар ғалым емес қой. Сол ғалымдардың жетістігін шалапыла біліп, сонан жаңағы бұл мир иллюзия деп уже жаңағындай әңгімеге көшті да, міне. Сондықтан бұл жерде жалпы сопылық деген ол адамның ислам дінінде бола тұрып, адамның жанының кемелдігіне жетуді. Ол Будда да солай болған. Будда деген сөздің өзі оянған жан дедік қой, мысалы үшін. Бірақ бұл жерде буддистер жаңағы Алланы білмегендағы, ал мына исламның ішіндегі сопылар ол Алланы білгендіктен, бір құдайлықты білгендіктен, ықылас қағидасын білгендіктен, олар әрине бір қадам алдыға жүрді. Жалпы алғанда сопылық ол өте мықты ілім. Егер де оларға Исаның ілімі берілген болса, әрине олар оған жете алмайды да. Өйткені исламға, қайталап айтамын, тарихат ілімі берілмегендіктен солай болып тұр да. Сондықтан өзіңе берілген нәрседен адам асып кетпеу керек. Өзіңе берген дүниеден адам кемде болмау керек. Бұның бәрі наука совершенствует. То есть жаңағы жүйесіменен, саты-сатысыменен адамзатқа беріліп жатқан ілімдерді. Міне, жалпы алғанда сопылықтың не екендігі туралы сіздерге бір ақпаратта. Енді екінші бір сатыны мен сіздерге айтайын, жаңадан шығып жатқан қазіргі ата жолдылықтар деген. Жалпы алғанда ата жолдылықтар бұл
өзі Исаның кезінде шыққан пятидесятники дегендер болған. Одан бергіде аруақшылдар деген болды. Одан кейін осы біздің заманымызда ата жолдықтар шықты. Бұл не? Бұл жаңағы рухани әлемменен байланысты. Бұның дінге ешқандай қатысы жоқ. Мынау бөлшектенген дінге, мысалы үшін, сол ата жолдықтар исламға кірсе болды, өзінің миссиясын істей алмайды ары қарай. Өйткені ол жерде запрет көп та, анау шірік, мынау шірік деген секілді. Өйткені руханият ілімі бұларға берілмегендіктен, ислам әлемі оны түсінбегендіктен, және Алланың өзі программасы сондай болғандықтан, бұл жерде мұсылмандардың да кінәсі жоқ. Бірақ жаңағы ата жолын түсінбеген адамдардың бұл кінәсі. То есть ата жолы деген, былайша айтқанда, ең бірінші мынау руханият, жедел әруақтар әлемі бар ғой, біздің ата бабаларымыз. Оларда тіл жоқ та, сондықтан да олар жаңағы аққу сұңқарлардың жүрегіндегі тұрған рухтыққа кіріп, сол арқылы былайша айтқанда үн шығарады да. Шындап келгенде жаңа аққу сұңқарлар өзінің не шығарып тұрғанын түсінбеу керек. Егер де шынайы бата шығарып жатқан болатын болса. Сондықтан дағы бұл жерде аруақ әлемі, бұрынғы ата бабалардың аруақ әлемі, аққу сұңқарларды как радиопередающий устройство, рупор секілді пайдаланады да. Сондықтан дағы егер де жаңағы жасырын ақпараттар, исламнан биік, христианнан биік ақпараттар берілетін болса, оны жаңағы дінге мойынсынып қойған аққу сұңқар шығара алмайды да. Сосын еріксіз жалған ақпараттар кетеді. Сондықтан да жаңағы ата жолындағылар, бұлар мүлдем ешқандай дінге кірмеулері керек. Бұлар независимый, жер бетіндегі независимый аруақтардың ақпаратын жеткізіп тұру керек. Аруақтардың ақпараттарының ішінде осы діндерге берілмеген ілімдер болуы мүмкін да, мысалы үшін. Ал бірақ соны жаңағы дінге байлағандан кейін бұл бітті. Енді осыны жаңағы қазір ата жолын басқарып жүрген азаматтар түсінбейді. Бірақ түсінбейді деп ойламайды. Елді жетектеп, сен бүйтіңдер, сендер сөйтіңдер деп жаңағындай сол үшін жаңағы діндермен таласып, то есть кереғар жұмыс істеп жатыр да. Аққу сұңқар деген адамдар, бұлар былайша айтқанда передающее устройство руханият әлеміндегі ең төменгі әруақтар әлемінің несі? Рупоры. Сондықтан рупор өз бетінше ештеңе қосуға, өз сенімін арқалауға міндетті емес. Міне, сондықтан бұл ата жолдықтар, Қыдырәлі деген өздерінің ұстаздары болды, Ағыл деген. Міне, бұлар өзінің миссиясын толық орындап кетті. Сондар ма? Енді қазіргі уақытта соны жалғастырамыз деп, оған неше түрлі фантазияны қосып, ана жерден бір білім алып, Гуглды ашып, мына жерден бір ілім алып, соның бәрін әкеп жаңағы ата жолына жапсырып, кешіріңіздер, дінді болсын, ділді болсын, ауырлатпау керек, артық ештеңе қоспау керек. Алланың программасынан асып кетпеу керек. Өйткені адамның жүрген жерінің бәрі лаң. Адамның жүрген жерінің бәрі жалғандықта. Сондықтан қазіргі кезде мысалы үшін ата жолдықтардың анаған да араласамыз, мынаған да араласамыз, дінге де, патшаға да, мемлекетке де, саясатқа да барлығын істеп жатқан дүние өте кесірі көп, кесепат нәрсе. Ата жолдықтар адамдарды жаңағы зиратқа апарып, әруақтардың тапсырма аманат баталарын шығарып барған елге болды. Мәселе бәрі бұлар тек қана өздерінің ішкі жүрегінде таза болып, дәрет алып, дұрыс жүріп, дұрыс тұру керек та. Ешқандай дінге де, ешқандай жаңағы конфессияға да, ешқандай ештеңеге араласпау керек. Түсіндіңіз ме? Сондықтан бұл мен сопылар туралы айттым, ата жолы туралы. Енді мысалы үшін тәңіршілдер деген бар. Бұлардың өзі әрқайсысының өзінің орны бар. Тәңіршілдер деген мысалы үшін бұл жаңағы исламға дейінгі қазақ елінде болған, біздің жаңа Восток, Азияда болған таным. Дүние, осы жалған дүниенің заңдылықтарын тану. Ілімі де Құдайдың өзін, Алланың өзін Тәңір Господь деп мойындап. Сондықтан әрине тәңіршілдердің ішінде атеисттер көп.
шамандар көп. Сосын мынау восточный традицияның адамдары көп та, мысалы үшін. Бұл да біздің қазақтың өтіп кеткен жолы, өтіп кеткен жолы. Бірақ соны енді вазабын етіп жатқан дұрыс. Ал бірақ оны әкеп тұрып жаңағы исламға қарсы қою, я болмайтын болса қандай да бір діндерге қарсы қою, ол алланың жаңағы наука совершенствования разработкасына кереғар жұмыс істеу, бұл да асып тұрған сайқалдық, зияндық, бұл залымдық. Ал жаңағы тәңіршілдіктің жаңағы ата салт дәстүрлерімізді, біздің ырым жырымыздарымызды руханият әлеміндегі жалпы инабаттық әлемдегі тәрбие әлеміндегі берер ақпараты көп. Олар оны да беріп жатыр. Бірақ жаңағындай өздеріне берген миссиядан асып, жаңағындай пайғамбарлар мен елшілердің миссиясын аралатып жатыр да. Оны бәрі де істеп жатыр. Сопылар да, ата жолдақтар, тәңіршілер де, барлығы де. Өйткені олардың әрқайсысы уже анау адам деген тоймайды ғой. Мен енді елші шығарым, пайғамбар болатын шығарым деген секілді әңгімеменен жаңағындай өзіне берген, өзінде бар ақпарат, өзіне берілген миссиядан асып кетіп жатыр да. Сондықтан дағы бұл жерде барлығының да ақиқаты бар, бірақ ақиқатынан қазіргі заманда зияндар көп болып отыр да. Ендігі жерде төртінші группа бұл ғалымдар да, мысалы үшін, ғалымдар. Ғалымдар, мысалы үшін, физика, химия, толып жатқан енді биология, наукалар көп қой енді, қаншама наука білсеңіздер, бұлар да жаңағындай Алланың жаратқан әлемінің, осы жарық дүниенің материальный базасының заңдылықтарын, Құдайдың жарату заңдылықтарын дәлелдеп тексеріп жатыр да бұлар. Бұлай қарап тұрсаңыз, өте бір жақсыз. Бұлар Құдайдың өзімен шаруасы болмаса да, Құдайдың жаратқан, жасаған дүниесін тексеріп жатыр да, соны дәлелдеп жатыр. Ал бірақ тағы да жаңағындай өздерінің миссиясынан асып кетіп, сол ғылымның нәтижесінде шалапұла сенімдерімен, шалапұла білімдерімен Құдайға қарсы қолданып жатыр да оны. Құдай жоққа келтіріп жатыр. Ал іштерінде иманы бар жаңағындай дұрыс өзінің миссиясын дұрыс түсінген ғалымдар, олар дұрыс жұмыс жасап жатыр да. Міне, тағы да зияны да бар, залымдығы да бар, пайдасы да мол. Егер ол тек қана жаңағы ғылымменен жаңағы айналысса, Құдайда да шаруасы болмай, ештеңе, онда керемет дүние болар еді. Жаңағы сопылар адамның жанымен айналысса, тап-тамаша. Егер жаңағындай ата жолдықтар сол әруақтардың батасын шығарумен шектелсе, тамаша жұмыс. Жаңағы тәңіршілер қазақтың ескі тәлімдерін өзінің ұлттық, мысалы үшін, салт дәстүрлік жоралғыларын қайтаран тауып, қазып тұрып елге жеткізсе, қазақтығын қайтаран орнатуға атсалысса, бірақ дінге араласпаса, исламды жамандамаса, қандай тамаша болар еді. Енді бесінші топ бар. Бұлар өнер ғалымдары да, өнер. Бұлар жаңағы музыканттар, художниктер, скульпторлар, ұсталар, мысалы үшін. Өнер адамдары бұна дүниеден жаңағы из говна конфет істеп жатқан. Бұлар қандай тамаша, адамдар. Бұндай қандай қасиет ұстаған адамдар. Бұлар Алланың жасампаздық дәрежесіне жетіп тұрған адамдар ғой. Ал бірақ бұлардың да пайдасы сол болады, егерде адам баласына пайда беретін, мына жарық дүниені жарқырататын, гүлдендіретін, бірақ олар не істеп жатыр? Олар керісінше бір жағынан зияндық та істеп жатыр. Мынау ковидтің өзін мысалы үшін қолдан жасанды болатын болса, оны істеп жатқан өнер емес болды. Ғылым мен өнер бірігіп алып, жаңағындай Алланың жолына қарсы шығып жатса, мысалы үшін, жақсы ма? Міне, сондықтан мысалы үшін діндерді алайық. Діндер. Өзі белгілі үш дін бар. Иудей діні, христиан діні, ислам діні. Міне осы үш дін өзіне ғана берілген деңгейде дінді істесе, онда ислам шариғатты жақсылап орнатып, Иса ілімі менен христиандар тарихатты жақсылап орнатып, жаңағы нұр, Алланың нұры, Тәурат деген сөз, нұр деген сөз. Тәурат ұстанушылар жаңағы мағрифатты жақсылап етіп, сосын кейін бәрінің басын қосқан кезде шариғат, тарихат, ақиқат барлығы адам баласына жария болып, ақиқатқа орт бірге жетпеспеді. Жоқ.
бұлар да жаңағындай алланың бергенін асып түсіп, өздерінде барларын жасырып, біріне бірі жау көріп, біріне бірі қызғанып, қазіргі уақытта дүниені үш бөлікке бөліп соғысып жүр да. Және де бұл, мысалы үшін, діндегілердің ата жолында қандай шаруалары бар. Ол жаңағы рухани іліммен айналысып жүрген, аруақтың батасын жеткізіп жүрген ата жолдықтарға діндердің қандай шаруасы бар? Не болмайтын болса, жаңағы ата жолдықтардың дінде қандай шаруасы бар? Мүлдем біріне бірі қатысы жоқ дүние ғой. Мысалы үшін жаңағы ғалымдардың, жаңағы өнершілердің, әрине ғалымдар мысалы үшін теориялық базасын ашып жатса, өнер сол теориясын практикасын дүниеге келтіріп жатыр да. Бұлардың жаңағындай сопыларға қандай қатынасы бар еді? То есть бірін бірі жамандап, бірін бірі үгіттеп, біріне бірі қарсы уағыз жүгіріп, халықтың арасын тым-тырақай жаңағындай мәңгүрттікке айналдырып жатыр да. Енді бұл жаңағы діншілдер дедім мысалы үшін. Діншілдер Алланы танумен ғана айналысу керек қой. Ақиқатты танумен ғана айналысу керек. Және ақиқатты танып, соны мойындап, соған құлшылық етудің жолдарын. Сондықтан олардың ғылымды жамандауға, өнерді жамандауға, ата салт дәстүрді жамандауға, жаңағы әруақтардың ақпаратына араласуларына, сопылардың жан іліміне араласуына қандай құқы бар діндердің? Бұлардың да діні жоқ. Жоқ, бұлар былайша айтқанда барлығының шешімі өздерінің қолында. Пуп земли. Истина от всего. Олай емес қой. Енді мына 7-ші топ бар, мысалы үшін, көп құдайшылдар. Бұлар қайдан шығып жатыр деген әңгіме туады да. Көп құдайшылдар сол жаңағы сопылардың, ата жолдылардың, тәңіршілердің, ғалымдардың, өнершілердің, діншілдердің ілімін толық меңгере алмай, адасқандар да шалапыла, шарлатандар. Сондықтан бұлар көрінген нәрсені құдай тұтып, көрінген нәрсеге бас иіп, көрінген нәрсеге жалбарынып, жаңағы таң қалған нәрсенің бәріне құлай салып, құдай деп. Міне, енді 8-ші атеистер, мысалы үшін, атеистер деген бар. Бұл атеистер деген жалпы олар кімге ғана қарсы? Олар жаңағы заңдылықты, ғылымды ғана мойындайды, өнерді мойындайды, әрі қарай уже сопылықты, жаңағы басқа діндерді мойындамайды да. Сен атеист болсаң, өзің атеист бол. Ғылымды білесің бе, жақсы біл. Өнерді мойындайсың ба, жақсы мойында. Бірақ сол өнерді, ғылымды жаратқан құдайда сенің не шаруаң бар? Тағы да өзіне берілгенін асып түсіп жатыр да, мысалы үшін, асып түсіп жатыр. Сонымен бұлардың жаңағы залымдығы басымда. Ал жаңағы діндегі, жаңағы сопылықтағы, жаңағы тәңіршіліктегі артық кеткен жерлерін как раз сол атеистер пайдаланып жатыр да. Қарап отырсаң, атеистердің де қоғамға келтірер пайдасы бар. Өйткені бұл дүниеде полярность болу керек, қарама-қарсылық. Плюс-минус болмаса, свет жанбайды. Сол секілді ақиқатқа жету үшін, ол жаңағы атеистердің де көп құдайшылдардың болуы заңдылық. Енді 9-шы бір группа бар адамзаттың ортасында. Бұлар кімдер? Бұларды кәпірлер дейміз. Жай ғана мысалы үшін сенбейтін десек, кәпірді сенбейтін десек, ол атеисті сенбейді, бірақ ол атеист кәпір емес. Атеистің залымдығы жоқ, ол наоборот, жаңағындай дінді бәрін мойындап, тек қана құдайды ғана мойындамай, бірақ мына жаратылған әлемге зияны жоқ. Кәпір деген адам не құдайға, не өзіне сенбей, және де адамдықта залымдық істейтін адамдар да. Сол құдайсыздықты, сол өзінің білімсіздігін пайдаланып, адамзатқа қарсы жұмыс істейтін, шайтанның әскерінен болған адамдарды ғана кәпір деу керек. Ал сен жаңағындай исламның бір жерін қата істедің, кәпірсің, сопылықтың бір жерінен кеттің, шығып кеттің деген әңгіменің барлығы, оның барлығы кәпір болмайды. Оның бәрі адасқандардың есіне жатады да. Міне, сондықтан да мынау осы 9-шы топ, бұл кәпірлер тобы да. Қайталап айтам. Оны қалай айырасыздар? Олар ештеңеге сенбейді,
және сенгісі де келмейді, және де сол жаңағы бүкіл адамзаттың жинаған жаңағы өнер, ғылым, білім, дін, сопылық жаңағындай соның барлығына қарсы залымдық істейді да. Міне бұларды кәпір деген адамды залымдар, мысалы үшін террористер, неше түрлі жаңағындай адам өлтірушілер, халыққа қиянат жасап қырып тастайтындар, геноцид ұйымдастыратындар, міне нағыз кәпірлер осылар. Қандай құдайына табынса да, адам баласына залымдық істеген адамның бәрін кәпір деуге болады. Міне, құрметті достар, ендігі жерде осы жаңағы 9 топқа мен бөлдім ғой адамзатты. Сол 9 топ ең басты нәрсені ұмытып кетеді да. Өздерінің жұмыстарында бірімен бірі ерегес, бірін бірі жығу, елдің алдында бірін бірі жаман көрсету. Халық деген құдайдың аты. Сол бүкіл халықтың, адамзаттың иесі құдай бар. Сонда сен халыққа ябмайтын болса, жаңағы мысалы үшін сопылар мысалы үшін жаңағындай ата жолдықтар жаңағы дінге, масқапқа, тәңіршілер исламға осылай қарсы жұмыс істейтін болсаңдар, сонда құдайды қайда қалдырдыңдар сендер? Былай қарасаңдар, жаңағы мысалы үшін кәпірлерден басқа 8 тобың түгел құдайдың жолында жүрміз дейсіңдер ғой. Олай болатын болса, құдайдың жолында жүрген адам өз жұмысын ғана істеп, өзгенің жұмысына араласпай, өзгеге бөгет жасамай, құдай үшін қызмет ету керек. Құдай үшін қызмет еткенде, құдай сендерге мұқтаж емес, құдайдың меншігі бар да. Мынандай бір притча бар, мысалы үшін. Бір адам құдайды қонаққа шақырады. Сонда жаңағы ешқашан өтірік айтпайсың ғой, құдай, сен маған қонаққа келесің бе дейді. Құлым-ау, жарайды, барайын. Егер мені шақырған жерден қалма деген, барам. Бәленбай күні, мысалы үшін жұма күні сағат 1-де мені тосты дейді ғой. Үйдің бәрін тазалап, жаңағы сайқалысты түгел. Жаңағы жақсы киімін киіп, сақал мұртын алып, ешкімге боқтамаңдар, андай мұндай көрсетпеңдер деп баяғы күтіп отырады құдайды. Бір кезде есік қағады. Есік қақса, бір үсті басы сасық, қотыр, бір қайыршы тұр дейді. Ойбай, құртындар мынаны, көзін құртындар. Қара құдай келгенде ұят болатын болды, масқара болатын болды деп, жаңағыны бәрі жабылып, көзін құртыпты ғой, бір жаққа барып тастаған ба, өзі біледі. Содан әрі тосады, бері тосады, құдай жоқ. Сосын айтады, Алла, мен қалай осылай болды, сен өтірік, онда құдайлығың қалай болды деп. Деп айтты, сен өзіңнен басқа ешкімге сенбейді екенсің. Жоқ, Алла, мен сені тостым ғой. Тоссаң мен келдім ғой. Сосын, қалай келдім? Сағат 1-де саған бір есік қақты ма? Қақты. Есік алдына кім келді? Бір қайыршы келді. Міне, сол қайыршымен мен бірге келіп едім деп айтты дейді Құдай. Сол қайыршыны кіргізсең сен, мені ойласаң, больницаға бар, ауру сырқаудың көңілін сұра. Мені ойласаң, аш жатқан кедейлерді тойындыр барып. Міне. Сондықтан да мына сопылар болсын, атажолдықтар, тәңіршілдіктер, ғалымдар, өнершілер, діндарлар, көп құдайшылдар, жаңағы атеистер, барлығыңызде бұл дүниеде дұрыс өтіп, ол дүниеге дұрыс етеміз десеңіздер, құдайды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің жұмыстарыңыздың артық кетпеңіздер. Еркінсіп, артық сөйлемеңіздер, артық амалдарға бармаңыздар. Және біріңізге біріңіз қарсы шығып, елдің арасын дүрліктірмеңіздер. Ел ішінен от жақпаңыздар. Үй ішінен үй тікпеңіздер. Бұл бірақ адамдарға айта алмаймын мен мұны, бұл кәпірлер. Кәпірлер ол екі дүниеде, патшаның заңында да, құдайдың заңында да, бұлар шеттетілгендер. Бұлар залымдар. Бұларға осы дүниеде түрме, о дүниеде тозақ. Ол болса болмаса. Ендігі жерде, құрметті достар, жалпы мынандай сұрақ туады. Осы жаңағы тәңіршілер болсын, жаңағы сопылар болсын, барлығы да не істейді? Требованиялары, бәрің дәрет алып жүріңдер,
сопылар айтады, таң атқаннан кеш батқанша зікір айтыңдар. То есть жаңағы бір намаз оқу үшін бір күндік сабақ отырып амал істеу керек та. Саусағыңды былай шұқитпа, былай шұқитпа, әмін деме, мәмін деме, шомын деме, томын. Ей, соншама дінді неге ауырлаттыңдар? Соншама сендер мына 8 топ өздерінің жолдарын неге ауырлаттыңдар? Сендердің тілдерің бойынша өмір басқа да, сендердің жолдарың басқа. Ол қалай болады? Осы дүниеге келген адам осы дүниеде өмір сүруге емес па? Сол өмір сүрудің өзі Аллаға құлшылық емес па? Мәселе мынада да, жаңағылар халықтың арасындағы жаңағындай биліктен айырылып қалмас үшін, өздерін пашти құдай қылып көрсету үшін, әрбір жаңағы ата жолын басқарып отырғандар, әрбір жаңағы тәңіршілер, әрбір нелер сол қауымды қайткен күнде үстемдігін жүргізуді ойлайды да, соның қамын жейді. Ол жерде бір неше түрлі ойдан шығарған иллюзия, мифологияның ортасына адамды кіргізуге тырысады да, содан жаңағы адамға былайша айтқанда құдайдың өмірі бір басқа өмір екен, біздің өмір басқа өмір екен деген пікір туғызады да. Ал әркімнің бала шағасы бар, әркімнің өлшеп берген санаулы ғұмыры бар. Соның бәрін сол сендердің жаңағы мифологияның ішінде жүре ме, жоқ әлде бала шағасын асырай ма? Мысалы үшін жаңағы таңнан кешке шейін не айту, зікір айтудың орнына сол жаңағы егін сап жүрген адам жаңағы жерін жыртып жүріп, лә илаха илlallah, о құдай мені жарылқа, я алла мына егінімді жақсы қыл деп жүрсе немен жаман бола ма? Жоқ, былай декорация жасап, сайқал киім киіп, өздеріңше аузың толған боқ, абай айтқандай, ішің толған боқтың қабы, сыртыңның барлығын әппақ киім киіп алып, керемет деп отырасың. Адам баласын алдамаңдар. Ондай жаңағындай, тек қана жаңағындай иллюзиямен тәрбиелесіңдер адамды, сендер сайтанның әскерісіңдер. Алла адамға айтады, мен сендерге өмір бердім, мен сендерге мүмкіндік бердім, өмірлеріңді жүріңдер, нәпақаларыңды жиыңдар, мені жиі еске алыңдар, маған сеніңдер, және жақсылық амалдар істеңіздер дейді. Болды. Осыдан артық Құдайға ештеңе де істемей ақ қойыңдар. Мысалы үшін айтайық, қазіргі заманда, мысалы үшін сіз Шымкентте тұрсаңыз, сіз мысалы үшін Сопылық жолда екенсіз дейік. Сонда сіз анау Астанаға жаяу бару керек па обязательно? Или Меккеге жаяу бару керек па? Баяғы баз кешіп, опырмай десе, қиналып бір, Алла үшін соны керемет істеп жатырмын деп. Қазіргі уақытта самолет те жүр. Қазіргі уақытта телефон да бар. Сен сол жаяу баруменен Құдайға менің қадірім көп артады деп ойлайсың ба? Сенің қадірің мына жүрегіңдегі иманыңа, мына екі қолыңмен жасаған амалыңа байланысты. Мына ауыздан шыққан сасық сөзіңе, или жақсы сөзіңе байланысты. Сондықтан бұның бәрі неден болады, білесіздер ме? Біз жаңағы Алла айтады, мен бала туғанда 8 күннен кейін оның жүрегіне Алланың рухын саламын дейді да, аманатқа берем. Сол бала сол рухқа байланып өсу керек та, ал Құдайдың жетегінде, әруақтың жетегінде өсу керек та. Ал жоқ. Бала солай туады, бірақ біз оны не істейміз? Балам, сен менің прокурор боласың. Оған әке-көке, не жейсің, не ішесің? О бала Құдайды да ұмытады, Құдай түгіл өзінің әке шешесін ұмытып өседі. Эгоист, менмендік нағыз. Енді ол сөйтіп келеді, онан кейін оған опырмай, ана оқуға бар, мына оқуға бар, ана мәшінендімін, мына мәшінендімін, бәйек болып, өзінің де ғұмырын сарп етіп, баланың да ғұмырын тәрк етіп, бала 40-қа келгенде, енді сені Құдайға өтеміз дейді. Ей, балаға біз айтамыз, 1-ші класста оқитын барғанда, 2-ге 2 қоссаң 4-ті үйретеміз, дұрыс па? Егер соны үйретпесең, сонда 40 жасында үйретсең қандай болар еді? Нағыз 40-тағы топас бала болып тұрмас па еді ол? Сондықтан үйрететін нәрселердің барлығын бала дүниеге келген күннен бастап үйретіңдер. 40-қа келгенде ол рухани өмірін бастамау керек. 40-қа келгенде ол сол рухани өмірге дайын тұру керек уже.
міне сондықтан дағы жаңағы 40 жыл өмірді босқа өткізіп 40-тан кейін құдайыңды іздеп, әрине сені қайтадан тәрбиелеу керек. Сені аштыққа да бәріне де салу керек. Сен күндіз-түні зікір айтуың керек. Сен күніне үйрек құсап шомыла беруің керек. Өйткені сен шомылудың не екенін білмейсің, дәрет алудың не екенін білмейсің. Өйткені бала кезінде саған ешкімде өткен жоқ. Міне достар, көрдіңіздер ме? Сонан наверстываем, 40 жасқа келгенде барып, сонан кейін жаңағы бізге әлгі иллюзияны создавать еткен адамдар қалған ғұмырымызды енді иди суда біздің айтқанымыз дейсің дейді да. 40-қа келген адам өзі де түсінеді, апырмай мына құдайдың керегі болып тұрғанын қарашы маған деп. Ағын іздеудің де жолы білмей, 40-қа шейін ештеңе үйренбеген, енді барады да жерге сақалы сапсиған қауғадай, сәлдесі қауғадай адамға барады дағы, ол оған ойына келгенін істейді да. Анау шірік, мынау мірік, қазақтың сөзі бұлай қате, арабтың сөзі бұлай қате деп өзінен өзі неше түрліні қосып ойларына келгенін істеп жатыр да. Міне осы әркімнің басында бар. Все просто. Айтады ғой, все гениальное, очень просто деп. Дұрыс тәрбие алып, дұрыс өскен адам, осы Алланы түсіп сенген адам, өзінің жүрегіндегі рухына жанын байласа болды. Әрине, алғашқы кезде демеп жүретін, оған бата беріп, жол сілтеп жүретін бір адам болса, сол жетеді. Қазіргі уақытта ол адам орталарыңызда. Мен софыда емеспін. Мен тәңіршіде емеспін. Мен ата жолының да көсем емеспін. Мен ғалым да емеспін. Мен діндар да емеспін. Мен Алла тағайындап 40 жасқа келгенде Алла нұрын төгіп, дайын тұрған құтыға өзінің рақымын төгіп, орталарына жіберіліп отырған Алланың елшісімін. Қарапайым қазақпын. Өмір бойы орталарында өскен, өмір бойы осының бәрін көріп өскен. Енді келеді дағы жан-жақтан жаңағы сопының пірі бар, ата жолының жаңағы бастаушылары бар, тәңіршілер, абыздары бар, барлығы келеді да, кімге жабылады? Маған жабылады. Неге? Өйткені бұл адамдарға шындығын айтып қояды. Бұл адамдарға жеңіл жол, төте жолды көрсетіп қояды. Адамдар әрқайсысына тәуелді болу керек. Оларға жаңағындай таңертеңнен кешке шейін дәрет алғызып, зікір еткізіп, жаңағы миын ашытып, неше түрлі ойла келген істеу керек. Міне достар, ендігі жерде менің сіздерге айтайын дегенім жалпы осы дүниеде, мысалы үшін. Менің бір ана Фейсбукқа жазған бүгінгі бір мақалам бар мынандай. Ей қазақ, кейде сен пұт боласың, кейде бейшара жұт боласың. Сен осы адам болып қашан пұт боласың деген сөйлем. Пұт болу неліктен? Кейбіреулер өмір бойы пұт болып жүреді да. Менен артқан құдай жоқ, менен бай адам жоқ. Өзім шешем, өзім білем, өзім жүрем, өзім түрем. Ешкімнің сөзін бір намыс қоймын дейді да, адамның бір сөзін маңдайынан асырмайды. Пұт, кәдімгі пұт. Біреу оған жай күле қараса болды барып байланысады. Енді біреу бар, бейшара, жұт. Оны жаңағында пұттар алаттағы, оған пір болады, оған жаңағында ұстаз болады. Ана бейшара өмір бойы соларға жаңағындай аяқ қолын жуып, сол таңертеңнен кешке шейін баласында өзі қайыршы бейшара, өзі жұт бейшара, онан шейін жұтап. Ал әр адам өзінің ішкі дүниесінде адамдыққа қолы жетсе, құт емес па? Сонда сен пұт та болмайсың, бейшара жұт та болмайсың, құт боласың. Құт деген не? Құттың ішіне бәрі сияды. Айтамыз ғой, бірдеңе болса, құтты болсын, туған күнің құтты болсын, мәшінен құтты болсын. Әй адам, сенің бар құт өзіңнің ішінде ғой. Алла рухын саған беріп қойған. Алланы мешіттен іздемей ақ қой. Алланы аспаннан да, жерден де, көктен де іздеме. Алла сенің жүрегіңде тұр ғой. Енді бәрі айтады, жүрек таза болу керек, жүрек анандай болу керек, жүректің неше түрі бар деп, біздің мүфтияттың өзі айтып жатыр. Жүректің түрлері болады деп. Жүрек бір-ақ түрде болады өзі. Жүрек деген насос помпа.
Басқа онда ештеңе де жоқ өзі. Бір кусок ет. Оның бір ақ амалы бар. Қанды айдап тұру. Мәселе Мәселе оның ішінде кірлігінде емес, мәселе оның ішінде тұрған рухты ренжітулерінде. Не сол рухқа жалғанып, оны құрметтеуіңде, сол рухқа байлануларында. Өйткені ол рух Алланың рухы. Ештеңе қиын емес. Көктегі анау сүйегі сарғайып кеткен әруақтан барып бата алып неткенің дұрыс. Бірақ сен өзіңнің жүрегіңдегі рухыңа жалғанбай тұрып, сен қайда жүріп әруақ іздеп жүрсің? Сенің Құдай жүрегіңе сақ болған әруақты сен барып мұналардан іздеп жүрсің. Жүрегіңде тұрған Құдайды іздеп, сен жаңағы бармайтын нең жоқ. Меккеге де барасың, анда да барасың, мешітке де барасың, моллаға да барасың. Сен өзің молла болмайсың ба? Сен өзің патша болмайсың ба? Сен өзіңнің ішіндегі жүрегіңдегі рухқа барып өзіңнің жаныңды байласаң, сонда сені кім жетектейді? Алла, оның рухы жетектейді да. Содан кейін сен жаманды ойлауға шамаң болмайды сенің. Сенен барлық жаманаттың бір өзі қашып кетеді. Өйткені сенің маңдайында Алланың рухы басқарып тұр. Ал ендігіде достар, қараңыздар. Сондықтан осы адамның құтқару дейміз ғой. Сонда аказып айтса, міне ақыр заманның алдында нені түсініңіздер? Құтқарушы іздемеңдер, құтқарушы өздеріңсіңдер. Өйткені өздеріңнің жүрегіңде тұр құтқарушы. Құдайды іздемеңдер, Құдай сендердің жүректеріңде тұр. Әулиені іздемеңдер, әулие өздеріңсіңдер. Молла іздемеңдер, молла өздеріңсіңдер. Егер де Құдайдың сөзін жаттап, тіліңменен жаңағы аяттарды оқи білсең, оны жүрегіңмен меңгере білсең, сенен асқан молла бар ма? Сенен асқан пір бар ма? Сенің пірің кім? Сенің пірің жүрегіңдегі рухың. Міне достар, ендігі жерде менің сіздерге айтайын дегенім, тағы бір әңгіме бар да, мысал үшін. Кейбіреу айтады да, адамның үшінші көзі болады дейді да. Оны буддистердің сондай несі бар да. Иә. Бірақ оның әруаққа, оның жаңағындай Құдайға еш қатысы жоқ. Ол Құдайдың өзі программасында сендерге жандарыңа беріп қойған. Жан ең кемеліне келген кезде, мысал үшін айтайық, жер сілкінердің алдында иттердің бәрі қыңсылап қашып кетеді. Неге? Міне олардың чутье, түйсігі, үшінші көзі маңдайларындағы. Ол жануарларда да бар. Ол тіптен жарғанаттың өзінде бар үшінші көз. Құмырсқада бар үшінші көз. Өйткені олар өзінің табиғи жандағы сезім мүшелерінен айырылмаған. Ал сендер қазір интеллектуальный адамға айналып барасыңдар, табиғи сезімдерінен айырылып. Сондықтан бұлай адаспаңыздар. Бәрі өзіңіздің ішіңізде түгел. Міне достар, осындай бір әңгіме енді. Көп нәрсе айтылды, 45 минут уақыт сөйледік, бір 15 минут уақыт сұраққа мүмкіндік берейік. Мен кәдімгі жерде оқып шығайын, немене жазғандарыңызды. Қызды ғой дейді. Құран оқу дұрыс па? Әрине дұрыс. Алланың 3 сипаты бар. Алланың сөзі, Алланың рухы, Алланың нұры, Алланың махаббаты. Осының бәрін меңгеру керек та. Кітапты, Құранды, Алланың сөзін оқу үшін Құран оқу керек. Оқығанда да оны қазақша оқу керек. Мағынасын түсіне оқу керек. Бір оқығанда түсінбесең 1000 рет оқуың керек.
әруақ Алланың рухы десек, ол сенің жүрегіңде, сол рухқа байлануың керек. Өзіңнің дүниеңдегі, ішкі дүниеңдегі әруағың орныққаннан кейін ата бабаларының әруағына баруың керек. Зират істеп, оларға жаңағындай рахметіңді айтып, олардан көмек жәрдеміңді сұрап дегендейін. Енді өзіңнің жаңағы көкірегіңдегі Алла саған риза болу үшін көппен бірге мешітке баруың керек, намаз оқуың керек. Мұсылманның 5 парызы мойындарыңызда. Құрбандық шалу, Құдай садақа беру, бәрі мойындарыңызда. Оның бәрі жақсылыққа жатады. Намаз оқу өздеріңіз үшін керек. Ол адамның қорғаны, былайша айтқанда сауыт киіп алған батырдай. Сіздер неге бір шектен екінші шетке шығып тұрасыздар, осы мен түсінбеймін. Егер де мен жаңағындай аса жаңағы пірге барып табынып кетпе, аса нетіп кетпе, Алланы мешіттен іздемедіңдер, сонда мешітті жауып тастайын деп отырсыңдар ма? Мен артық кетпеңдер деп отырмын. Әр нәрсенің өзінің нормасы бар, шегі бар. Исламның 5 парызын орында болды. Дүниеде өмір сүр, жақсы амал істе. Бұрынғы қазақ даласында бірде-бір молла болған жоқ. Кейбір ауылдар бар, 2 кигіз үймен тұрған. Солар өзінің кигіз үй, өзінің мешіті. Таңертең тұрып, бісмілласын айтып тұрып, біріне-біріне қайырлы таң тілеп, намазын оқып, малын жайып, әйелдері сиырын сауып, түсте намазын оқып, кешке келгенде намазын оқып, бісміллә деп, қорасының аузын жауып, ұйықтап, түнімен махаббатқа бөленіп, 9 айдан бала тапқызып, солай өмір сүрдік. Осы қиын ба? Осы үшін бар біреудің етегін сүю керек па? Етек сүйгіш болсаңдар, ата-анаңның етегін сүйіңдер. Өйткені олар Алламен бірігіп сендерді осы дүниеге жасаған адамдар. Тағы да қызды ғой сұрақ қойып жатыр. Қызды ғой, айналайын. Бақтыбай ата, намаз оқисыз ба? Бұл ақымақ сұрақ. Мен Алланың елшісі болсам да қалай мен намаз оқымаймын? Соны мен намаз оқимадым, оқымайым ма деуге қалай түйсіктерің жетіп отыр? Сонда мен қалайша Алланың елшісі болуым керек? Қалайша мен шапағатшы болуым керек? Дейді Құдайға құлшылық жасамасам, намаз оқымасам, соны ойлауға көп ми керек болды ма сендерге? Үшінші көз деген қызды ғой. Рухпен еш байланысы жоқ. Ол жанның, это шестое чувство. Ол жанның кемеліне келген шағында солай болады да. Оны Будданың ілімінде жақсы көрсеткен. Ол әрбір адамда болады. Ол адам түгіл малда бар. Нанбасаңыз, тоғайға итпен барыңыз. Ит өзеннің ар жағында жүрген нәрсені сезіп қояды. Сондықтандағы үшінші көз деген ол жаңағы шестое чувство. Өзі адамның 5 сезім болса, 6-шы сезім түйсік. Интуиция дейді оны. Адам сезу, өзіңе қарап тұрған адамның көзқарасын сезу, не болмайтын болса, жаңағыдай саған ниеттеніп келе жатқан адамның келе жатқандығын сезіну. Потому что бұл әлемнің бәрі энергия информационное поле. Сіздің жаныңызда сол энергия информационный сгусттықтың біреуі. Ол да мына жан-жағыңыздан сіздің жаныңыздың 7/4-і түгел айналаңыздағының бәрін қабылдап тұрады. Ол үшін сіздің жаңағындай 5 сезім мүшеңіз түгел таза болу керек. Дәретіңіз бойыңызда жақсы амалға қаныққан, Құдайына құлшылығын істеген адамның әр қайсысы сондай болады. Рухсыз-ақ бұл жанның кемелденуі. Ал рухқа байланғаннан кейін, жан рухқа байланған кейін, ол уже космический уровеньге өтіп кетеді. Ал жаңағы 3 класс, ол осы дүниеде керек нәрсе да.
Как понимать праздник Рождества? Это Сабра Павленко, это перегрузка, обновление вашего бытия. То есть Иисус, Он принес в этот мир обновление, то есть перерождение в духовном плане. Праздник Рождества – это есть праздник духа. То есть человек, когда становится духовным, получает перерождение. Это есть второе ваше Рождество. Оно связано с Иисусом. Потому что знание о Духе, о Святом Духе нам принес Иса. И Он показал. Поэтому каждый человек, который привязывается, который в союзе со своим Духом, который Аллах ему дал в залог, те все получают перерождение. В смысле перезагрузка. Уже мир вы начинаете понимать и видеть по-другому. Все ваши органы чувства начинают видеть все в совершенстве. Рождество – это праздник неба. Наурыз – это праздник земли. Обновление земли. А Рождество – обновление духовного мира. В вас, каждом из вас. Салауат, мен сұрағыңызды түсінбедім. Шарап, вино. Что-то непонятно. Так, қызды ғой қарағым, түсіндіңіз ғой сіз, я? Сіз менің білуімше аққусыз ғой, я? Міне, сондықтан да сіздердің миссияларыңыз аяқталған негізі. Түсіндір ма? Керек кезінде бүкіл әруақты оятуға атсалыстыңыздар. Және әруақтардың ақпаратын адам баласына жеткіздіңіздер. Қазіргі уақытта сіздер осы екі діннің басы қосылуға қызмет етулеріңіз керек. Сіздер адам баласына жоғарғы координаттан бата шығаруларыңыз керек. Қазір ол сіздерге запрещен болып тұр. Неге? Өйткені сіздер есекті от қайдаса ботқа қашардың керін істеп тұрсыздар. Біз баяғыда біреуге қол бергенбіз, сонан таймаймыз деп. Вы отстаете от совершенства духовного. Аққу-сұңқарлар. Вам надо сделать перезагрузку и уже в новом виде приниматься за работу. Екі діннің басын қосу, кісіліктен адам болудың ақпаратын жеткізулеріңіз керек. Ал жаңағындай, мысалы үшін, кигізден шапан тігіп, мәсі киюдің мастері боламыз десеңіздер, онда 12-ші ғасырға барып өмір сүресіздер. Біздер алдыға ұмтылуымыз керек, кейінге емес, кері тартпалыққа емес. Қызды ғой. Сіз аққу болсаңыз, мысалы үшін, сіздер жаңағындай тікелей трансовом состоянии аруақтардың үнін адамдарға жеткізуші устройство болдыңыздар. Как радиопередатчик ретінде. Одан басқа миссияларың болған жоқ. Өйткені ол кездегі жаңағы аққу болған қыздардың басында орамал да болған жоқ. Кешіріңіз ұлы сөзде, бұтында дамбал да болған жоқ десем артық емес. Бірақ олар қандай бата жеткізді, қандай керемет күйде болды, қалай адамға қызмет етті, әруақтардың батасын алды. Ал қазір кеп тұрып, оны жаңағындай тұмшалап, жаңағындай біресе исламға байлайсыздар, біресе жаңа қазақтың ескі бақсыларының әдетіне байлайсыздар. Олай болмайды. Бұл аққу-сұңқарлар деген, это предвестники всего нового и предвестники будущего. Әрине, мен сіздерге шапан киме деп отырған жоқпын. Бірақ оның да өзінің современный үлгісі бар. Шапан киюді кім жаман деді? Орамал тағуды кім жаман деді?
Бірақ дүниенің бәрін сол шапан мен орамалға байлап қоймаңыздар. Ең жақсы киім ол тақуалық. Ең бірінші ішкі жүрегің таза болсын, тәнің гайретпен алынған болсын. Сосын тақуалығыңмен мықты бол. Үстіндегі киімің жыртық бола берсін, бірақ кір болмасын. Так, тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Сіздер материальный әлемге ғана мән бересіздер. Киген киімге, тамаққа ғана. Жоқ, бәр дүние адамның ішкі дүниесінде. Ең жақсы киім ол тақуалық. Ең жақсы сөз, ең жақсы тамақ ол аузыңнан шыққан сөз. Жақсы сөз. Ең жақсы садақа ол сенің жақсылық амалдарың. Так, тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Мен жаңағы адамзаттың осы қазіргі уақыттағы 9 түрлі топтарының несін айттым сіздерге. Олардың әр қайсында бір ақиқат бар, бірақ 99 адасушылық бар. Қазіргі уақытта орталарында Алланың рақымы елшісі келіп отыр. Сондықтан дағы төрелік тек бізде. Біз Құранында 3-ші сүре 81-ші аятында айтылғандай, сенімділерден сенімін талап етеміз. Сенімсіздерге Алланың жазасы дайын. Путем естественного отбора барлығы да жойылады. Тек тақуалар ғана қалады. Себебі жерді моралыққа тақуалар алады. Алтын ғасырға тек тақуалықпен ғана өтеміз. Сенің киімің де, ішкен тамағың да в этом роль не играет. Әрине, роль играет, егерде мысалы үшін жаңағындай тыр жалаңаш жүрсең, я болмайтын болса, шошқаның майын, етін жаңағы жеп, есектің сүтін ішсең. Әр нәрсенің мөлшері бар. Гүлжұпар Мұкашева дейді. Я, ішкі дүние ең маңызды дүние. Әрине. Адам өзі екі дүниеден тұрады. Ішкі дүние және сыртқы дүние. Айтасыздар ғой, о дүние мен бұл дүние деп. О дүние сіздердің сыртқы, бұл дүние сіздердің сыртқы кейіптеріңіз. О дүние сіздердің ішкі дүниелеріңіз. Барлық тылсым әлем, о дүниедегі әлемнің сыры сендердің ішінде жатыр. Сондықтан да, егер айтсаңыздар, о дүние менен өмір сүріп жатырмын десеңіздер, өтірікші болмайсыздар, өйткені ол дүние ол сіздің ішкі дүниеңіз. Бұл дүние ішу жеу, үстіңе киімге қызығу, сол киімнің салтын қуу, оның барлығы бұл сыртқы дүниелеріңе ғана. Мейірімділік, мінез, қайырымдылық тілімізді шұбарламасақ, өз тілімізде көркем сөйлессек аға. Гүлжұпар, олай да ойламаңыз. Тілдердің бәрі жақсы, егерде олар жақсы сөз айтып тұрса. Тілдердің бәрі жаман, егерде ол тілден біреуге кесапат кеп атса. Сондықтан дағы ешкімнің қай тілді сөйлеп тұрғанына қарамаңыз. Жүректің тілін ұғынатын заман келді. Жүрек тек қана жақсылық сөзді ұғады. Ол қытайша сөйлесін, арабша сөйлесін, орысша сөйлесін, бірақ тек қана жақсылық сөз айту керек. Ең жақсы сөз ла илаха иллаллах Мұхаммед Расулаллах Иса әл-Мәсих рухаллах. Шапанда бір күш бар, неге екенін білмеймін дейді. Иә, шапанда күш бар. Өйткені ол өте жылы, өте ыңғайлы, өте тамаша. Бірақ шапанды киіп алып, шошқаның етін жей берсең көрем қаншама күш бар екендігін. Бәр нәрседе күш бар. Оның барлығы сіздің сеніміңізге. Егерде сіз жаңағындай қойдың терісін жамылып алып, және оған сенсеңіз, айтасыз, қойдың терісінде күш бар деп. Сеніміңе байланысты бәріңе берілетін нәрсе. Күш те, білім де,
жақсылық жамандық та бәрі сендердің сенімдеріңе байланысты. Біреу айтқан екен дейді, әй, мен Құдайды көрейінші, сосын сенейінші деп. Сонда ұстаз айтты дейді, жоқ, сен ең бірінші сенесің, сенсең ғана бәрін көресің деп. Сенімдерің дұрыс болса, қарапайым футболканың өзі керемет күш болады да сіздерге. Жалпы алғанда ескі дүниеде күш бар екені анық, өйткені аруақтар әлемі сол өздерінің кезіндегі қолданған шапанды, салт дәстүрді сағынады. Олар соған келеді. Сол кезде сіздерге қолдау береді. Ал бірақ та мәселенің бәрі онда емес. Мәселенің барлығы сіздің сеніміңізде, жақсы амалыңызда тұр. Аталардан қалған, ол мұра. Аталардан қалған шапан, ол семейный реликвия. Онда аталардың рухы тұрады да, энергетикасы. Садақаны Алланың жолына беріңдер. Одан кейін мұқтаж жандарға беріңдер. Бірақ тек өздерінен артылғанын ғана беріңдер. Және де садақаны сауымда беріңдер. Бір бәлеге ұшырағаннан кейін берген садақаларынан гөрі, сол бәлеге ұшырамай тұрып берген садақаларың көп болады да. Мұқтаж жанға беретін садақаларың, бір мұқтаж жанға бересің. Ол жақсы. Ал бірақ қазір адамзат, мына біздің адамзат, қазақ, миллиондап адасып жүр. Сонда сіз қазір мысал үшін осы бізге берген садақаңыз, осы мына екі діннің басын қосу үшін қаншама жұмыс, қаншама қаражат керек. Бұл қаншама миллион адамға берген садақаңыз болып есептеледі. Осыны түсіну қиын емес негізі. Қазір Алланың рахымына жәрдем адамдар көп па? Жоқ, жеке-жеке қайыршылар көп па? Жеке-жеке қайыршылар қазір 100 мыңда біреу кездесер, ол кездеспейді да. Ал рухани қайыршылар 90% қазақ қайыршы қазір. Соларды құтқару үшін, соларға қызмет істеу үшін бізге қаражат керек. Ол қаражатты біз ұрлап ала алмаймыз. Ол қаражатты біз кәсіп істемейміз. Біз Алланың жолына жұмсаймыз. Сондықтан дағы кімде-кім миллион адамға жәрдем етем десеңдер, бүкіл қазаққа жәрдем етем десеңдер, жаңағы осы бізге садақа салыңыздар. Ол садақаның нөмірі, Каспий Голдтың нөмірі бәрі осы видеоның астында жазылады. Маған айтады кейде, Мұхаммед пайғамбардың кезінде садақа алмапты деп. Сіздер ғафу етіңіздер, Мұхаммед пайғамбардың кезінде соғыс болған. Ол кезде соғыстан олжа түсіріп отырған. Сол олжаның 5-тен 1-ін Мұхаммед пайғамбар алған. Өйткені оған да қаражат керек болған. Ал қазіргі уақыт, бейбіт уақытта ешқандай соғыс, ешқандай олжа жоқ. Ешқандай кіретін кіріс жоқ. Тек байлардың жаңағындай ниеттеніп Құдайға берген садақаларына ғана біз жұмыс істей аламыз. Бірақ ол ерікті, өздерің білесіздер. Қазіргі уақытта қаражатсыз ештеңе істелмейтін өздеріңізді көріп отырсыздар. Мен пенсияда отырған адаммын, сонда мен пенсиямен қайда барам, қайда уақыт істеймін. Менің қасыма жігіттер жиналу керек. Менің қасыма жаңағындай операторлар, неше түрлі құдіретті қасиетті адамдар жиналу керек. Оның бәрін мен немен асыраймын, оның бәрін неменен алып жүремін Қазақстанның әр төңірегіне. Қарапайым нәрсе, қаншама кітаптар шығару керек, қаншама уағыздар жүргізу керек, шама келсе телевидение ашуымыз керек. Оның бәрі қаражат. Кім береді? Қазіргі байлар скупой.
әрине байдың да байы бар, жайдың да жайы бар. Мүмкін араларыңызда спонсорлар да болатын болса, ол Құдайдың ісіне берген садақаларың ол 100 есе қайтар өздеріңе. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Асхат Шұрманбеков. Екі діннің басын қай кезде қосқалы жүрсіз? Қазір 21 жыл келді емес пе? Осы тақырыпты айтып жүргеніңізге 5-6 жылдың аумағы болды білсем. Осы сізді Мағди патшаны күтіп жүрген сияқтысыз, сөзіңізге қарасам. Асхат бауырым, екі діннің басын мен қосайын деп жүргем жоқ. Біз қосамыз. Біз ол Алла және оның елшілері және соның соңына ерген сендейлер. Екіншіден, Алланың әмірін күтіп отырмыз. Алланың әмірі Авраам аталарың 90 жыл күткен. Нұх пайғамбар 120 жыл күткен. Мұса пайғамбар 12 жыл күткен. Мұхаммед пайғамбар 3 жыл күткен. Иса пайғамбар 30 жыл күткен. Мен олардан қай жерім артық, қай жерім кем. Сондықтан да оның қашан болатыны, қай уақытта болатынына сен де білмейсің, мен де білмеймін. Ол Алланың қолындағы нәрсе. Осы сіз Мағди патшаны күтіп жүрген сияқтысыз, сөзіңге қарасам. Оны кезінде білесіздер. Біз Мағдиді күтіп жүрміз бе? Жоқ әлде Мағди бізді күтіп жүр ме? Оның шешімін Алла береді өзі сендерге. Так, достар, тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Екі діннің басын қосу деген екі табын қойды қораға қамай салғандай нәрсе емес. Тем более қазіргі ақыр заманда, азғындап кеткен заманда. Бұл бір ұрпақтың жұмысы емес, және бір ғасырдың жұмысы емес. Бірақ біз жеңеміз, екі діннің басын қосамыз. Оған уайымдама, қайғы жемей-ақ қой. Оған сен қатысарсың, қатыспассың, мәселе онда емес. Алла ешкімге мұқтаж емес. Алла қосқан күні өзі қосады. Сол күні адамдардың топ-топ менен қосылғанын көздеріңмен көресіңдер. Бірақ ең жаманы, осының бәрін ести отырып, құлақтарың естіп, көздерің көре отырып, Алланы сынап не болса о болсын деп отырған адамдардың өзі түрінде дұрыс болмайды. Бір тамшы судай болсын, бір жәрдемдеріңді бермейсіңдер ма? Сынап отырсыңдар, қашан қосасың деп. Бұл екі діннің басын қосу деген, екі дүниенің рақатына бөлену деген сөз. Ол Асхат, сендей қазақтың азаматтарын, оның бала шағасын көз тірісінде құтқару деген сөз. Қиямет тақау тұр. Қиямет тақау тұр. Және де қиямет тақау тұр. Ал сендер қаперсіз отырсыңдар. Тілмен жақтарыңа сүйенбеңдер. Және бізді сынаққа салмаңыздар. Я, жаратқан ием, бастаған ісің дұрыс болсын, құт береке ырыс болсын. Бастаған ісіміз оң болсын, нәтижесі сон болсын. Жақыныңды есірке, халқыңа тисін пайдасы. Қанша залым болса да, өтпесін дұшпан айласы. Ниетің қабыл болсын, мұратың асыл болсын. Қораң малға тонсын, үйдің жалынға толсын. Ісің баянды болсын, тұсың аянды болсын. Үлгі қылып өзгеге, патшаң сені мақтасын. Әруақ қолдап ісіңді, шапағатпен ақтасын. Жаратқан иеміз
жұпар еміз, тіл көзден сақтасын. Кесір менен кесапат алыс жерден тоқтасын. Босағаң мен төріңе жаманшылық жатпасын. Айналып көріп ісіңді, періштер сені жақтасын. Риза болып жаратқан бар бәледен сақтасын. Аллах әкбір, ісіміз баянды болсын. Алланың әмірінде екі діннің басын қосуда екі дүниені түзелімі жарқын болсын. Әр қайсыңның отбасың, ошақ қасыңа, бала шағыңа, көрші қолаңға, халқымызға, елімізге шапағат дарып, осы қиын қыстау кезеңнен аман есен өтуге нәсіп етсін. Көзінің көзінен, сөзінің сөзінен, қара ниеттің қара ниетінен, әжелдің азғынан, екіден азабынан, дұшпанның мазағынан, тозақтың отынан, патшаның сотынан, дауасыз дертте мезгілсіз өлімнен сақтасын. Бәрімізді ай Аллах жақтасын. Аллах акбар. Жақсы достар, келіскенше күн жақсы болсын. Бүгінгі Рождество, жаңару, рухани жаңару күніміз құтты болсын. Жалпы алғанда рухани жаңарудың дегеннің өзінің сөзі ол ықылас деген сөз да. Сондықтан дағы ықыластарыңыз бір Аллада болсын достар.